Сәлем ханымдар, сіздермен мен Жансая. Бүгін ғылмынды жасаймыз. Ғылмынды деген бұл өте керемет тағам. Өзбек халқының әсіресе көп жасайтын тағамының бірі. Енді дәмі бір жеген адамға қайта ұнайтыны анық. Өте керемет болады, жасап көріңіздер. Ал бисмилля, мен дәмін көрейін. Өте керемет. Сіздер де жасап көріңіздер, дәмі керемет. Үлкен ата әжелерге, балаларға өте қатты ұнайды. Жұқпа қамырын жасау үшін бізге 1 килограмм ұнға жай ғана сумен 1 ас қасық тұзымызды араластырып қамыр илейміз. Қамырдың әрқашан айтатын қыр-сыры ол илеуінде. Бар күшті илеуге салып, жақсылап илеп аламыз. Пакетке салып, оны 20 минутқа орап қоямыз. Осы кезінде біз арасына салатын кремін жасаймыз. Яғни 1 литр сүтке 100 грамм ұнымызды осылай ұнды қуырып аламыз. Яғни қатты қызартпаймыз, өйткені түсі қатты қоңыр болып кетеді. Қайнайын деп тұрған сүтке 100 грамм қантымыз бен 100 грамм қуырылған ұнымызды араластырып, осылай крем жасап аламыз. Осылай қозғалыстығы жиі жасап, қайнатып аламыз. Яғни крем дөңгелектеніп, қайнаған кезінде бір кіші ас қасықпен сарымай қосамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай қайнады, яғни дайын деген сөз. Осы кезінде қамырымызды жаямыз. Өте жұқа қылып жаю керек. Бұл жұқпаның қамырын әртүрлі жайсақ болады. Мен бірінші нұсқасын сіздерге көрсетіп жатырмын. Яғни мен уақыт үнемдеу үшін бір зуала қамырды осылай жайып жұқа қылып, табама лайықтап тарелканы орнын басып, осылай дөңгелектетіп алдым. Яғни бір келкі әдемі жұқпа шығу үшін. Көріп тұрғандарыңыздай бір зуаладан өте көп осындай жұқпа шығады. Ал енді екінші кішкентай бір зуаламызды оны осындай кішкентай бөліктерге бөліп жайсаңыз болады оқтаудың көмегімен. Онда да өте жақсы болып шығады. Егер қатты асығыс болсаңыз, бешбармақтың қамырындай кесіп алып пісірсеңіз болады. Қызып тұрған табаға май ештеңке жақпай, дөңгеленген жұқпамыздың біреуін салып, қызыған кезінде ол ісіне бастайды. Бір бетінен кейін екінші жұқпамызды қойып пісіріп аламыз. Ғылмындымыздың дәмін келтіретін ол сарымай. Қолдың сарымайын қолдансаңыз өте керемет болады. Егер қолдың сарымайын қолданбасаңыз, жақсы, жоғары сапалы сарымай қолдансаңыздар болады. Енді күйгеннен кейін бетінде қаймағын алып тастаймыз. Осындай әдемі жұқпаларымыз шықты. Өте керемет болады. Арасына біз бүкпен деп айтамыз. Бүкпені немесе кремін жағып аламыз. Тек қана бір бөлігіне жағамыз. Өйткені көп жақсаңыз жалмай қаласыз. Осылай майға батырып, жұқпамызды дайындап қоямыз. Осылай қайталап жасап дайын болады. Менің арнама жаңадан тіркелушілер қоңырауды басып, подписация жасауларыңызды сұраймын. Алдағы уақытта өте керемет рецептер болады. Міне жұқпамыз дайын болды. Осылай майға жағып аламыз. Яғни бір бетіне жақсаңыз, ол екі беті майланып шығады. Жасап көріңіздер. Өте керемет өзбек халқының ғылмынды тағамы. Ас болсын.